Баршаңызға қайырлы күн. Сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қыста өте жақсы өтетін, үй жағдайында жасалатын аджиканың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Мен ең алдымен қызанағымызды жақсылап жуып, дайындап бет тартқыштан өткізіп алдым, алдын ала. Осылай қазанымызға үлкен салып шықтым. Қазір 40 минуттай, 60 минуттай қайнататын боламын. Енді үстіне тартылған ет тартқыштан өткізілген қызыл тәтті бұрышымызды саламыз. Менде қызанақ мына жерде 10 килограмм, қызыл тәтті болгар бұрышы 5 килограмм. Дайын болуға жақындаған кезде үстіне дәмдеуіштерін саламыз, яғни сарымсағын, тұз, бұрыш, секер қосамыз аздап. Осылай қайнағаннан кейін мен көбігін аламын. Жақсылап қайнап жатыр қазір. Қыста енді жақсы өтеді. Тағамның кез келген түрлерімен ұсынсаңыздар, қою тағам болсын, сұйық тағам болсын, кез келген тағам түрлерімен жақсы желінетін үй жағдайындағы жасалатын аджика. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болады. Жылда осы тәсілмен жасаймын. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Енді үстіне видеода дұрыс көрінбей қалған ет тартқыштан өткізілген сарымсағымызды, қызыл ащы бұрышымызды саламыз. Бұл жерде тұз салғаным көрінбей қалған. Тұзды татымына қарай салсаңыздар болады, өздеріңіз қарап тұрып. Мен примерно 5 ас қасықтай тұз салдым. Мына жерде секер салып жатырмын, 3 ас қасық. Сарымсағын, тәтті ащы болгар бұрышын мен жақындаған уақытта салдым. Түсірердің алдында 5 минут бұрын алдын ала осылай укробымызды салып аламыз. Осыны 5 минут қоямда, сонымен аджикамыз дайын болады. Ары қарай банкаларымызға құйып жауып аламыз. Мен алдын ала банкаларымды булап алдым. Осылай банка жабатын кезде мен алдын ала банкаларымды всегда булап алам. Міне дайын болған аджикамызды банкамызға құйып осылай құйып шығамыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп кетеміз достар. Қазақша контентті каналды қолдайық. Келесі шығатын рецепттерді жіберіп алмас үшін каналымызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырайық достар. Қазақша контентті қолдайық. Не осындай банкамызға құйып шықтық, аджикамыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер достар. Сіздермен болған Гүлдариға назарларыңызға рахмет.